Интернетті 20 ғасырдың ең үлкен жаңалығы деуге болады. Бүгін әлем халқын толықтай жаулап алған ақпарат көзінің мерекесі. Әлемде интернет күні әртүрлі даталарға қойылған. Сол мерекенің бірі де бірегейі қателеспеуіміз керек. 4 сәуір интернет күні ресми мәртебеге ие болса, 17 мамыр интернеттің туған күні. Сіз интернет желісін қаншалықты пайдаланасыз, қандай әлеуметтік желілерде отырасыз, қанша уақытыңызды осыған құртасыз? Бүгін интернеттің туған күні екенін білесіз бе? Бүгінгі сауалнамамыздың сұрақтары осы болмақ. Интернет желісін қаншалықты пайдаланасыз? Көп пайдаланамын. Қанша уақыт отырасыз бүгін? 2 сағат, 3 сағат отырамын. Әлеуметтік желілердің қандайын қолданасыз? Әлеуметтік желінің қайсысын? Facebook, солар. YouTube-та отырамыз. Ал бүгін интернеттің туған күні екенін білесіз? Жоқ, білмейді екен. Интернет желісін қаншалықты пайдаланасыз? Интернет желісін қанша уақыт қолданасыз? Нет, давайте, девушка. Я просто после дежурства устал. Я устал, босс. Сәлеметсіз бе? Интернет желісін неше сағат қолданасыз? Тормози! Я на русском разговариваю. Не понимаю. Какой позор. Күніне 4 сағат. Қандай әлеуметтік желілерде отырасыз? Инстаграм. В основном. Ал бүгін интернеттің туған күні екенін білесіз бе? Жоқ. Қазір көп отырамын. Әлеуметтік желілердің қайсысын пайдаланасыз? Инстаграм. Көбінесе. Ал бүгін интернеттің туған күні екенін білесіз бе? Жоқ. Құтты болсын. Рахмет. Білмеймін, 5 сағат шығар. Ал қандай әлеуметтік желіде отырасыздар? Инстаграм, WhatsApp. Тоже 5-6 сағат. Ух ты! Одан көп болмаса. Ал бүгін интернеттің туған күні екенін білесіздер ме? Жоқ. Жоқ. Құтты болсын. Сонымен қатар 17 мамыр дүниежүзілік электр байланысы және ақпараттық қоғам күні деп бекітілген. Бұл күн барлық программистердің, интернет-провайдерлер, веб-дизайнерлер, сонымен қатар ақпараттық технология саласында қызмет ететін жандардың мерекесі. Мерекелеріңізбен сіздермен болған Айдана Бекқалиқызы, Александр Евдишенко, Ерболат Қуатбек, арнайы Life 09.